Қайырлы күн достар, бүгін біз эклеры және профитроли дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай және қолжетімді заттармен жасалады. Кремі белковый. Керек заттар: ұн, май, жұмыртқа, су, сүт және де тұз бен қант керек болады. Кішкентай каструлямызға су, сүт, май, тұз және де қантымызды салып, қайнағанша дейін күтеміз. Қатты отта суымызды толығымен қайнатып аласыздар да, үстіне ұнымызды салып, тез араластырамыз. Отымызды ақырындатамыз және де дәл видеодағыдай қамырымызды осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Қамырымыздың дайын болғанын каструлямыздың түпкі жағында бір қабат слой болу керек. Соны көрген кезде біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Сол кезде оттың астын өшіріп, қамырымызды 1 минуттай араластырып жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды су үшін 5 минутқа басқа ыдысқа салып қойып қойыңыздар. Қамырымыз біраз суығаннан кейін онымен жұмыс істеуге болады. Мен 4 жұмыртқа алып қойыппын. Негізінде барлығында 5 жұмыртқа кетті. Енді жұмыртқамызды кезек-кезегімен салып, блендермен араластырып шығасыздар. Эклердің заварной тестасы мен заварной торттың тестасының айырмашылығы: эклердің қамыры сұйықырақ болып келеді. Сондықтан да мен видеода көрсеткендей, қамырыңызды қасықпен алған кезде қасығыңыздан қамыр ағып, 3 бұрыш тәрізді сондай мүсін шығуы міндетті. Дайын болған қамырымызды кондитерлік қапқа салатын боламыз. Насадкасы өзіңізге байланысты, тіпті насадкасыз-ақ та қасықтың көмегімен де сала берсеңіздер болады. Бұл жерде әркімнің өзінің қалауы бойынша. Қамырымыздың жарты бөлігін осы кондитерлік қабымызға салып, пергамент төселген противенімізға өзімізге ыңғайлы формада жасаймыз. Негізі эклердің ұзындығы 5 см болу керек, немесе жоғары. Және профитроли жасаймыз домалақ қылып. Бәрін видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап шығуларыңызға болады. Осы эклер пирожнылары, профитроли пирожнылары универсалды болып келеді. Салмасын тәтті салма немесе де тәтті емес салма ретінде де ұсына беруге болады. Әркімнің өзінің талғамына байланысты. Өзімнің жақсы көретін салмаларым: тәтті салмалардың ішінде взбитые сливки және де крем-чиз, немесе осы менің видеода көріп тұрғандарыңыздай белковый кремді жақсы көремін. Қызып тұрған пешке 200 градуста 15 минут және 15 минут 180 градусте пісіріп аласыздар. Піскен пирожныларымыз дәл піскен күйінде қалып, өзінің көлемін жоғалтпайтын болады. Кезекте профитролилерімізді дайындаймыз. Профитролиді тағы да қасықтың көмегімен немесе де осылай насадканың көмегімен де жасауға болады. Менде 2 түрлі профитроли. Біреуі ортасында қуысы бар, екіншісі шар тәріздес профитроли. 200 градус қызып тұрған пешке 15 минут және де 180 градусқа түсіріп, тағы да 15 минут пісіріп аласыздар. Кезекте белковый кремімізді дайындаймыз. Ол үшін ақуыз, су, қант және де лимон қышқылы керек болады. Ең алдымен су мен қантымызды каструлеге салып, толығымен қайнағанша дейін күтеміз. Сиропымыз қайнағаннан кейін лимонды қышқылымызды салып 3 минут күтеміз. 3 минут күткеннен кейін отымызды бәсеңдетіп, ақуызымызды миксердің көмегімен шайқаймыз. 3 минут сиропымыз қайнағаннан кейін ақуызымызға араластыра отыра өзіміздің кремімізді дайындаймыз. Ақуызымызға сиропымызды осылай кішкентай бөліктен құйып, миксермен араластырып отырасыздар. Сол кезде біздің креміміз ойдағыдай шығатын болады. Бұл кремді тек қана эклерге емес, сондай-ақ та торттардың әрлеуіне де қолдануға болады. Температура мөлшем қарамайды, әртүрлі температурада да өзінің формасын сақтап тұрады.
Креміміз дәл видеодағыдай өзінің формасын сақтап тұруы керек, сол кезде креміміз дайын болды деген сөз. Енді кондитерлік қапқа кремімізді салып, пирожналарымызды әрлеуге кірісеміз. Мен 2 түрлі насадкіге, 2 түрлі кондитерлік қапқа салдым. Ендігі кезекте профитроли мен эклерлерімізді салмамен толтырамыз. Мен осы пирожналарымыздың үстіңгі жағына салманы толтырғанды жөн етемін, өйткені ыдысымызды былғамау мақсатында немесе ағып кетпеу мақсатында осылай салмамызды үстіңгі жағынан құйғанды жөн көремін. Эклерлерімізді де көретін болсаңыз, видеода үстіңгі жағынан 3 тесік жасап, сол тесіктерге салмамызды толтырамыз. Сол кезде эклеріміз толығымен кремде толатын болады. Дөңгелек тәріздес профитролиді ортасынан тең бөлікке пышақтың көмегімен бөліп, салмамызды салып, осылай әрледім. Әркімнің өзінің идеясына байланысты әрлеп шығуға болады. Эклеріміздің үстіңгі жағын шоколадты ганашпен әрледім. Шоколадты ганашты жасау жолы видеоға түспей қалыпты, бірақ та жасау жолы өте оңай. Маргарин немесе сливочное маслоға шоколадымызды салып, екеуін микротолқынды пеште немесе паровой баняда өзіңіз ыстық суда үстіне қойып, ерітіп алып, үстіне осылай әрлеп шықсаларыңыздар болады. Және кондитерлік әрлеуіш заттармен әрлеп шықтым. Бұл жерде әркімнің өзінің идеясына байланысты кокосовый стружки немесе орехтар салып әрлеуге болады. Міне біздің эклерлер мен профитролдарымыз дайын болды. Осындай әдемі столыңызға, дастарханыңызға сән беретін пирожналар. Профитроллардың үстіне сахарный пуданы сеуіп қойсаңыздар болады. Видеоны толығымен көргеніңізге рахмет. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.